Сәлем достар, сіз Жайхун каналындасыз. Бүгін біз сізбенен сіз күткен һәм сіз сұраған темалардан бір хақында сөйлеспекшіміз. Абу Насыр Фараби тарихтың үйренілмеген һәм ашылмаған бетлеріне бізбенен сүңгуге даярсыз ба? Олай болса біз басладық. Көз алдыңызға келтірің, бір адам бар. Ол араб емес, бірақ араб тілінде қосқылар жазған. Ол мұсылман, бірақ христианлардан ілім үйренген. Ол музыканы харфлер менен жазуды ойлап тапты. Және де ол ілім пән, философия һәмде музыка, және де медицинада өз ұлылығын көрсетті. Бірақ өмірінің көп бөлегін қарауыллық етіп өткізген. Бұл Абу Насыр Аль-Фараби. Шығыс философиясының ең жарқын жұлдызларынан бірі, шығыстың екінші мұғалімі, және де заманының хақиқат іздеушісі еді. Соны айтып өту керек, ол жасаған дәуір ілім һәм сенім, дін һәмде ақыл, араб һәмде аджам арасында күрескен, бірақ сол уақытта оянып атырған дүния еді. Бүгін біз Фараби арқылы сол дәуірге, сол пікірлер кесіліскен һәмде сол рухқа саяхат етеміз. Егер сіз Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Келін, шығыс Аристотель хақында сөйлеуден алдын азғана алдыңғы тарих, яғни оған дейінгі дәуірді қысқаша үйреніп шығайық. Гап сонда текарында шығыс ояну дәуірі, орайлық Азия, Иран һәм Қытайда 9-шы, 12-ші һәм 15-ші әсірлерде жүз берген үлкен мәдени көтеріліс, ілім-пән, философия, әдебиеттің күшлі рауажланғанлығы менен байланыслы болса, Батыс Европадағы Ренессанс, 14-ші, 16-ші әсірлерде Италияда жүз берген мәдени рухи жоғарылау менен байланыслы. Апайрақ етіп айтатығын болсақ, шығыс оянуынан алдын айемгі Греция, біздің эрамызға шегемгі 5-ші, 4-ші әсірлерде ілімнің, философия һәм математиканың текарға орайы болған. Кейін ала Рим империясы бұл мәдениетті мирас етіп алып, оны кеңейткен. Бірақ 4-ші, 5-ші әсірлерде Рим құлдырауға ұшыраған. Рим құлағаннан кейін шамаменен 5-ші, 9-ші әсірлерде Европада қараңғы әсірлер деп аталушы мәдени құлау дәуірі басланған. Бұл уақытта Византия империясы һәм Иранның Сасанилер мемлекеті ілім-пәнді сақлап қалған текарғы орайларға айланған. 7-ші әсірде ислам діні пайда болып, араб халифалығы тез кеңейіп, жақын шығыс, Иран, Арқа Африка һәм Испанияны иелеген. Араплар баспалған аймақларда бұрын бар болған грек, хинд һәмде парсы мәдени мираслары менен танысу мүмкіншілігіне ие болды. 8-ші, 9-ші әсірлерде Бағдатта халифа Мамун Байт-уль-Хикманы шөлгемлестіріп, ілім-пәннің рауажлану үшін күшлі текар жаратады. Дәл осы дәуірде шығыстың соның ішінде батыстың да рауажлануына үлкен үлес қосқан алымлар Имам Бухари, Термизи, Абу Мансур Матруди, Абу Насыр Фараби, Абу Райхан Бируни, Абу Али ибн Сина, Мухаммед Хорезми, Ахмед Ферғани, Бурханиддин Марғананилар жетісіп шықты. Дәуірге байланысты декорацияларды даярлап алдық. Келін енді бүгінгі санымыздың қаһарманы Фарабидің тарихына назар таслайық. Алымның толық ісмі шәрібі Абу Насыр Мухаммед ибн Мухаммед Тархан ибн Узлух Аль-Фараби ат-Турки болған. Яғни Фараби 873-ші, ямаса басқа деректерге қарағанда 874-ші жылы Арыс суының Сырдарияға құйылуындағы Фараб деген жерде туылады. Зерттеулерге қарағанда Фарабидің әкесі Васиш жанындағы Фараб районынан жер алып, яғни ол жерде орналасып алады һәм Оғуз ямаса Қарлуқ қауымынан шыққан түрки әскер басшылардың бірі болғанлығы хақында мағлұматлар бар. Орта Азияның тарихын терең білген ілімпазлардың бірі Василий Бартольд Фарабидің уатаны хақында төмендегіше мағлұматларды береді.
Farab yamasa Borob deb atalgan viloyat Sirdaryoning екі жағасында жайласқан болып, еніне де, бойына да бір күндей уақытта басып өтілетұғын аралықты елеген. Және де бұл viloyat бір қатар қала һәм ауылларды өз ішіне алған. Соны да айтып өтуіміз керек, viloyattың Тикарга қаласы Кадар есапланып, кейінірек Farab ямаса Отырар деп аталған болуы мүмкін. Себебі айрым мағлуматларға қарағанда viloyattың Орайлық қаласы бұл дәуірлерде де сол viloyattың атыменен аталған. Василий Бартольдтың тасдиқлауынша 9 ғасырда ислам діні Farab viloyаты жайласқан Сырдария атрапларына шекем тарқалған болып, бұл жер ислам діні тарқалған шекара болған. Сонымен бірге бұл жерлер 9 ғасырда күшейіп кетірған Саманилер хакимиятында да арқа тараптен шекаралас болған. Белгілі шығыстанушы Евгений Эдвардович Бертельс Фараби атына текарланып, оның бабасы мұсылман болмаған һәм ислам дінін әкесі қабыл еткен болса керек деген пікірді білдіреді. Қалай болғанда да ойшылдың балалығы ұсаймақларда өткен болып, ол жас уақытында сауатын ашқан һәм бар ілімлерден сабақ алған. Бұл дәуірде Мауреннахрда балаларды 5 жастан баслап сауат ашу һәм ілімге үйретуге берген. Сөзсіз Абу Насыр талантлы, зейіні өткір болған үшін қызыққан ілми тарауларда көп болған. Осы мұтажлифлерді қанаатландыру мақсатында дәслеп Farab, Ташкент, Самарқан һәм Бухара қалаларында білім алған. Кейін ала өз елін таслап, ілім пәнменен байланыслы тұрмыс қайна батырған қалалар Бағдад, Қахра, Дамаск, Халаб һәм басқаларға сапар етеді. Фараби бұл елдерде адамлар һәм жәмиетлер тұрмысыменен танысады. Түрлі миллет һәм діни сенімге тиеслі алым һәм данышпанлардан көплеген ілім тараулары, әсіресе философия, медицина, музыка һәм басқалар бойынша білім алады. Өз үшін жүдә әхметлі есапланған ілімі һәм тұрмыслық шумақларды шығарады. Кейін ала бұл шумақлар оның бір қатар ілімі шығармалары һәмде философиялық құқи көзқарасларында да өз сәулеленуін табады. Мәлім болғанындай 7 ғасырдың ақырларынан баслап араб феодаллары Орта Азияны басып ала бастайды. Және де 9 ғасырдың орталарына келіп, жергілікті халықлардың Абу Муслим, Шарик һәмде Муханна басшылығындағы арабларға қарсы көтерген қозғалаңлары бастырылған һәм Орта Азияда араб халифалығы хүкімдарлық еткен еді. Бұл жерде жергілікті халық мәжбүрлеп ислам дініне өткізілген. Және де мемлекеттік тіл сипатында араб тілі қабыл етілген. Соны да айтып өтуіміз керек. Барлық мемлекеттік істер, діни маресімлер һәмде һәр түрлі ілімлер араб тілінде алып барылса да, Орта Азияның айрым аймақларында парсы тілінде де әдеби тіл сипатында пайдаланылатылған еді. Мәдениет һәм ілімнің рауажлануында араб халифалығы басшысының білімлілігі һәм ұзақты көре алуы сезілерлі ахметке ие болған. Үлкен мемлекетті басқару, жәмиеттің күннен күнге артып баратырған мүтәжліклерін қанаатландыру, зәрурлігі халифаларды сауда, өнерменшілік, қала құрылысы, дария һәмде теңіз кемешілігі, қаржы тарауларында күнделікті жүзеге келіп атырған мәселелерді шешуге жәрдем беру мүмкін болған дүниялық білім һәм дүниялық пәндер үшін кең жол ашуға мәжбүрлеген. Сол себеплі халифалар айрым іліми зертлеулерге қауендерлік етті. Мәдениет һәм ілімнің түрлі тараулары рауажлану үшін материаллық, сияси, құқи шариатларды жаратты. Бірақ Фараби дәуірінде Орта Азияда феодаллық ұрыслар хаужалған болып, экономикалық һәм мәдени тұрмыста пытыраңқылық хүкім сүрген. Ілім һәм ағартушылық әтібардан шетте қалған еді. Соның үшін ілімге құштар адамлар араб халифалығының орайлық қалаларына ұмтылар еді. Фарабиде өз білімлерін арттыру, заманның іліми жетіскенліклерінен пайдалану мақсатында араб халифалығының орайы Бағдадқа жол алады. Бұл дәуірде Байтул Хикмада түрлі ілімлердің рауажлану үшін кең имканиятлар жаратылды. Араб халифасы Мамун оның рауажлануына арнаулы қажа ажыратып тұрды. Байтул Хикмада халифалықтың түрлі өлкелерінен келген араб, яхуди, парсы, түрк, хин һәмде грек алымлары біргелікте жұмыс алып барады. Байтул Хикмада айемкі грек, хинд һәмде парсы тілдеріндегі шығармалар араб тіліне аударылып, Платон, Аристотель, Гален сияқты алымлардың шығармалары да
кең үйреніле бастайды. Бұл дәуірде Орта Азиядан Бағдадқа баратығын үлкен каруан жолы Шаш, яғни Ташкент, Самарханд, Бухара, Амул, яғни Чержеу, Мерв хамде Иран қалалары, Нишапур хам Хамадан арқалы өтетіғын еді. Араб халифалығының орайы Бағдад Даджле дариясының бойында жайласқан болып жаңа ірі феодалдық қала еді. Ол 9 ғасырге келіп экономикалық, саяси хамде мәдени орайлардың біріне айланды. Фарабидің дәуіріне келіп болса, қала тұрмысында түскінлік сезіле баслаған болса да, бұл дәуірлерде ол өз абырайын ұзақ уақытқа дейін сақлап қала алады. Бағдадта har түрлі мемлекеттерден келген саудагерлерді, оның гүллеген базарларында har түрлі халық уәкілдерін ұшырату, ілімнің har түрлі тарауына тиесілі кітапларды табу мүмкін болған. Іліми һәм әдеби сәубетлер және де тартыслар да болып тұрған. Ол жерде түрлі ілімдерді оқыту, үйрету жұмыслары әдеуір дұрыс жолға қойылған. Грек, хинд һәм парсы тілдеріндегі философиялық іліми шығармалар араб тіліне көплеп аударылған. Соның ішінде Бағдад мұсылман мемлекеттерінің қарқилы өлкелерінен көбірек Иран һәм Орта Азиядан келуші ілімпаз һәмде әдебиетшіларды өзіне тартатығын еді. Әсіресе 9-10 ғасырлерде Бағдадта жүді ірі алымлар жетілісіп шықты. Бұлардың ішінде Орта Азиядан барған алымлар да көп болған. Бағдадта халифа Харун ар-Рашид тарапынан тикар салынған һәм Мамун тарапынан рауажландырылған Байт-уль-Хикма обсерваториясында Орта Азиялы алымлардың абырайы жоғары болған. Бұлардан Орта Азиялы белгілі астроном, Европада Аль-Фраганус атымен белгілі болған Ахмед ибн Мухаммед Аль-Ферғани математиканың жаңа тарауына тикар салған һәм бұл дәуір географиясының тикарын салушылардан бірі һәм Европада алгоритм атымен танылған Мухаммед ибн Муса Аль-Харизми, Сырдария жағаларынан келген Аббас ибн Сайд Джаухари, Мерфлі Ахмед ибн Абдулла Марвази, Балқлы Абу Машарлар Бағдадта жасап, ілімнің түрлі тарауларына үлкен үлес қосқан. Сол сияқлы Фараби де Бағдадта har түрлі ілімдерді үйренді һәм ол өз мақсатына ерсу жолында діни шекараларға ітібар бермеді. Мұсылман болуына қарамастан христиан дініне сенуші ілімпазлардан да ілім үйренеді. Мәселен, ол медицина һәм логика ілімін Харран қаласына барып, христиан тауыбы Юханна ибн Хайлон Кунайттан, хикмет һәмде грек тілін христиан Абу Башар Маттодан үйренеді. Фараби әсіресе ізбе-із системалы ісленген, болжаулардан жырақ болған ілімдер, математика һәм логикаға жүдә қызығады. Бұнан тысқары Фараби түрлі тілдерді үйрену менен шұғыланады. Және де әтібарлы тареп сонда Фараби араб тілінде Бағдадқа келіп үйренген еді. Фараби бұл тілді сондай терең дәрежеде біліп алады. Бұл тарихшының сөзіменен айтқанда, оған шекем бүншелі білетұғын адам болмаған еді. Ол хатте араб тілінде қосқылар да жазады. Фарабидің араб тілінде жазған бір қосығының мазмұны осындай еді. Яғни, екі шеше менен өмірімді өткердім. Осы екі шешеге ісімді, сенімімді қойдым. Екі шешенің бірі сия менен толтырылған сия ыдысы һәм екіншісі шарап менен толтырылған қадақ. Бір менен хикмет жинаған болсам, бірі менен кеуіл қайғыларын тарқаттым. Қазіргі заман философы Умар Фаррух Фарабидің парсы, түрки, грек һәмде сурияни сияқлы көплеген тілдерді үйренгенін һәм бұл тілдерде сөйлесе алғанын айтады. Фараби араб тілінен кейін хикмет, логика ілімдерін үйренуменен шұғыланады. Бұл тарауда да үлкен жетіскенліклерге ерседі. Абу Насырға сабақ берген адамлар да өз заманының ірі алымлары есепланар еді. Олар шәкіртлерінің ағартушылыққа болған ұмтылысын сезіп, шын кеуілден оған сабақ береді һәм оқу үшін кітаплар тауып береді. Улама орта әсірде математика пәнінің тармағы есепланған музыканы да терең үйренеді. Теориялық медицина менен шұғыланып, оны да жақсы иелейді. Бірақ Фараби тикарға әтібарды философия іліміне қаратады һәм басқа ілімдерден философияны терең иелеу үшін
пайдаланады. Фараби сол дәуірде бар болған барлық ілімлерді елеуге ұмтылды һәм осы мақсатте ол Бағдад, Дамаск, Халаб, Харрон сияқты көптеген араб қалаларын саяхат етті. Міне осы саяхат уақытында барған қалаларындағы ілімпазлар менен танысып, олар менен сәубетлесіп, олардан ілімпан үйренуге ұмтылды. Бұл арада алым кітап оқу менен де жүдә көп шұғылланды. Аристотель, Платон сияқты айемгі философлардың шығармалары менен терең танысты. Бара-бара Абу Насыр ибн Тархандай заманының ірі алымлары менен де пікірталаслар өткеруге ұқыплы болып қалды. Нәтижеде адамлар Фарабиден де ілім үйрене баслайды. Көп өтпей, оның атрапында жүдә көп шәкіртлер топланады. Ол медреселерде сабақ бере баслады. Тарихшылардың хабар беруінше, тек Шам, яғни қазіргі Сирияның өзінде оннан ілім үйренуші шәкіртлер саны 10 мыңға жетеді. Заманының міне осындай ірі ойшылы болуына қарамастан Фараби жүдә жарлы өмір сүрген. Хатте ол жазуға қағаз, оқуға шырамайда таба алмаған уақытлар болған. Бұл хақында тарихшы Ибн Халикон былай деп жазады. Фараби Дамашқтың бір бағында қарауыллық ететұғын еді. Ол жүдә кәмбағал еді. Хатте қарауылшылық үшін берілген қандыл шыраны өзінің оқуы һәм шығарма жазу үшін сақлар еді. Осындай етіп жасаса да ол ілім жолынан сескенбеді, батырырақ, тереңірек кіріп барды. Бізге белгілі Фарабидің өмірінің көп бөлегі сол уақытлары Аббасилер халифалығының пайтақты болған Бағдад қаласында өтеді. Және де Бағдадта хархилі ілімлерді оқу менен бірге ол грек, хинд, парсы тілдеріндегі іліми шығармаларды араб тіліне көплеп аударған. Соның ұшында бұл қала дүнияның мұсылман еллерінен, яғни соның ішінде орайлық Азиядан да көплеген ілімпаз һәмде шайырларды өзіне тартқан. Соны да айтып өтуіміз керек, әне осы қалада Фараби де өз білімлерін жетілістірген һәм көп қырлы және де терең білімлі антик грек ілімпазы Аристотель һәм Платонның көплеген шығармаларын толық білгенлігі себеплі өз дәуірінде шығыста Әл-Муаллим Әс-Сани, яғни екінші мұғалім шығыс Аристотелі атақларына мияссар болған. Фараби өмірінің ақырын Алеппо һәмде Дамашқта өткереді һәм ислам дініндегі Исмаилия ағымына тиесілі болған хүкімдар Сайф уд Давланың хүрмет һәм іззет хүрметі астында жасап дөретушілік пенен шұғыланады. Және де соны айтып өтуіміз керек, Фараби қалдырған іліми мирастың белгілі бөлегін Аристотель һәмде Платонның шығармаларына жазылған шолулар құрайды. Ілімпаз жүдә көп пәнлер, жүдә көп тіллер һәмде жүдә көп өнерлерден хабардар еді. Оның кәмбағал жасағаны һәм көп өнер иесі болған хақында бізге сондай нақыл да жетіп келген. Фараби қаладан қалаға кезіп жүріп, ақырында Рей қаласына келеді. Сонда қарны ашқанын сезеді һәм қайда барып не қыларын білмей тұрып, тура патша сарайына кіріп барады. Сол уақытта патша өз әмелдарлары менен бір мәжіліс өткеріп жатыр екен. Абу Насыр есікті ашып кіруге рұқсат сұрайды. Жыртық киінген бұл адамға һәмме тігіліп қалады. Патша не дерін білмей кіруге рұқсат береді. Фараби патшаға қарап, қай жерге отырайын деп сұрайды. Патша өзіне лайықлы жерге отыр дейді. Ол тұппа-тура ортаны жарып өтіп, патша алдындағы бос орынға отырып алады. Һәмме бір-біріне қарап оны ақылсыз деп есаплайды. Һәм бұндай әдепсізді кіргізген сарайшыларды кейді. Патша ол түсінбеу үшін өз тілінде оны шығарып, сабап жіберуін бұйырады. Сонда ол патшаға қарап, тақсырым ойланбастан асығыс іс ету патшаға жараспайды. Сабыр етің дейді. Патша бұннан таң қалады. Сен біздің тілді білесің бе деп сұрайды. Абу Насыр 72 тілді білетұғынын айтады. Патша бұл жыртық киімлі диуанадағы зейінді, қабілетті көріп хайран қалады. Оның ілімлі екенінен хабардар болған патша мәжілісін тоқтатып, оның менен
менен қызған сәубетлесіп кетеді. Қызметшілерден ешбіреуі олардың сәубетін түсіне алмайды. Кейін патша Фарабиге жақсылық қылмақшы болады, оған har түрлі тағамлар әкелдіреді. Фараби бір уақыт қарнын тойдырып алады. Кейін патша оған қарап, музыка тыңлағың келе ме деп сұрайды. Абу Насыр бұған келісім береді. Бөлмеге har түрлі музыкантлар кіріп келеді. Олар қарғилы намалар шертеді. Патша Фарабиге қарап, қалай, намаларымыз ұнады ма дейді. Алым бұл намалар оған жақпағанын айтады һәм қапталынан найды алып, бір нама шертеді. Ескенлердің һәммесі рахатленіп, қуанысып, қатты күледі. Кейін ол басқа наманы шертеді. Бұны ескен мәжіліс ағзаларының һәммесі тәсірленіп жылайды. Үшінші рет басқа бір наманы шертеді. Бұны ескенлердің һәммесі ұйқылап қалады. Абу Насыр болса сарайдан шығып кетіп, өз жолына рауана болады. Шығыс деректерінде Фараби хақында түрлі әпсаналар келтірілген болса да, бірақ олар толық биографияны түзу үшін жетерлі емес. Соған қарамастан бұл мағлұматлар Фарабидің жеке басын, дүнияға көзқарасын һәм ілімге болған ұмтылысын және де сәулелендіруге жәрдем бере алады. Ол көп тілдерді білген, көптеген ілми тартыстарда пәтпенен қатынасқан һәмде заманластары арасында хүрмет һәмде атаққа еріскен терең білімге ие ойшыл еді. Фараби тек қана философия емес, ал музыка бойынша да терең білімге ие болып көптеген намалар дөреткен. Яғни диққатқа лайық тәребі сонда Фараби қанун саз аспабын ойлап табады. Ол музыканы харфлерменен жазу ұсылын бірінші болып қоллаған алым сипатында белгілі. Бұл дәуірлерде философия менен шұғыллану көп жағдайларда хүкімдар діни идеологияға қарсы тұрушы ағым сипатында бақыланған. Себебі философия ақыл, анализ һәм рационал пікірлеуге тикарланған болып, кейде діни сенімлерге қарама-қарсы келетұғын жұмақларға алып келеді. Сол дәуір ілімпазлары көп жағдайларда барлық пәнлерден хабардар, кең көлемлі білім иелері, яғни энциклопедиялық шақсылар болған. Олар математика, филология, философия һәм дінтануды иелеген һәм хакім деген хүрметлі атақ пенен белгілі болған. Философ атамасы болса көбірек грек философиясы менен шұғылланушы, ортодоксал ислам сенімінен шетте тұрған алымларға қарата қолданылған. Бұл дәуірде ислам, хинд, парсы, араб, грек һәмде Орта Азия мәдениетлары өзара тәсірлескен, нәтижеде мутазилилер, мутакалимлер, суфилер сияқты түрлі философиялық ағымлар қалыптасқан. Бұл ағымлар екі тикарға бағдарға бөлінген. Бірі ислам діні тикарларын бекемлеуге қаратылған болса, екіншісі оған рационал һәм іліми қатынасты алға сүрген. Міне осы екінші прогрессив бағдар грек философиясы. Атап айтқанда, Аристотель талиматынан тікелей тәсірленген еді. Фараби болса бұл идеяларды терең үйренген. Аристотель шығармаларын бірнеше мәрте оқып, өз дүнияға көзқарасын қалыптастырген. Оның философиялық көзқараслары міне осы грек деректері тикарында бекемленген һәм бұл Фарабидің ұлы философ сипатында қалыптасуына үлкен тәсір көрсеткен. 10-шы ғасыр бастарында Бағдатта феодалдық ұрыстар һәмде класс күреслері хәуж алған. Бұл болса бүткіл халифалық бойлап тынышсыздыққа себеп болған. Түрлі династиялар арасында хакимият үшін күрес күшейген һәм Бағдат атрапыда көтерілістерге гуа болған. Бұл саяси тұрақсыздық қала мәдениетіне да ұнамсыз тәсір көрсеткен, руханилардың тәсірі артқан еді. Осы дәуірде Фараби хиджри 330-шы, яғни біздің эрамыздың 941-ші жылы Дамашққа келген. Тарихшы Омар Фаррухтың жазуына қарағанда, Бағдаттағы қиын жағдайлар себеплі ол Дамашққа көшіп өтуге мәжбүр болады һәм ол жерде бірнеше жылдар дауамында ауыр минетпенен шұғылланады. Соған қарамастан Фараби ілми дөретушілікпенен шұғыллануды тоқтатпайды. Ахметлі тәрепі де сонда, яғни ол Бағдатта басылаған белгілі фазилетлі адамлар қаласы шығармасын 942 жылы Дамашқта өз шумағына жеткізеді. Бірақ ол Дамашқта да ұзақ уақыт қалмайды. Кейін Халаб, яғни Алеппо қаласына, хатте айрым мағлұматларға қарағанда Мысырға да барады. Деректерде Фараби кішіпейіл, сабырлы, ілімге садық инсан сипатында суретленеді. Ол шетелде жүрген болса да түрки тілін,
milliy kiyimin ham urf odatlarin unutmagan. Damashq hamda Halabdagi ilmiy ham ko'rkam o'rtada belsiniy qatnasib o'zining bilimlari bilan hammani tan qoldirgan. Ol hijriy 339-yili, ya'ni bizning eramizning 950-yili qaytis bo'ladi. Ayrim deraklarda ol yo'lda qurolli odamlar tarafidan o'ldirilgan haqida ma'lumotlar bor. Biroq deganmen ular senimli dalilga ega emas. Farabiy grek olimlarining so'ning ishida Aristotel, Galen, Ptolemey, Gippokrat siyaqli o'yinchilarning minatlarini teran o'rganadi. Ularning ideyalarini analizlagan ham Aristotel filosofiyasini tikari etib olgan. Shig'is filosofiyasida Aristotel muallimi avval deb tan olingan bo'lsa, Farabiy muallimi soniy, ikkinchi muallim sifatida tan olingan. Ol ayrim batz deraklarida aytilganday Platon bilan Aristotel ideyalarini aralashtirmay, al aristotelizmda taza formada bekimlowga harakat etgan. Farabiy o'z davrining tabiiy, ilmiy ham filosofiyalik bilimlarini birlashtirib, keng ko'lamli filosofiyalik sistema yaratadi. Ol materiallik dunyoni 4 element suv, havo, to'proq ham o'tdan quralgan deb hisoblagan ham Ustikarda denilar düzülüşünü tushundirgan. Materiya ham forma qatnasida Farabiy ikkovini teng deb qaragan ham sol orqali Aristoteldan farqlangan. Sonday-aq ol substansiya, javhar ham aksidensiya o'zgarishing belgi tushunuklarida teran talqalagan. Farabiy filosofiyasi Shahn Shig'is ham O'rayli Aziyada ulkan ta'sirga ega bo'lib, keyinala Ibn Rushd siyaqli o'yinchilar tarafidan Yevropaga tarqaladi. Zamonaviy zertlovchilar uning fuqarolik siyosati siyaqli chiqarmalarida gumanizm, adalat hamda adillik ideyalarini teran o'rgangan. Farabiyning adillik ham insoniylik haqidagi ko'zqaraslari kashifiy ham boshqada shig'is o'yinchilarining siyosiy etikalik chiqarmalarida davom ettirilgan. Abu Nasr Farabiy ilmga, aqlga hamda danishmandlikqa siyingan bir davrning timsoli bo'ldi. Ol teqqana shig'is o'y fikrining emas, albutkul odamzod o'y fikr tarixining ahamiyatli burilish nuqatlaridan biri bo'la oldi. Filosofiya, logika, muzika, meditsina, және til bilimi ol o'rgangan fanlar san-sanoqsiz, biroq ularning hammasini ol bir sistemaga jinay oldi. Farabiy ilmda xalqdan, tildan hamda senimdan ajratmagan. Ol haqiqatlikda har kimning har qanday tilda izlagan ham taba olgan. Және hatto jarlilik, qarang'i turmush жағдайында uning ilmga bo'lgan ixlosi hech qachon sinmagan. Farabiyning merosi bugungi kunda de insoniyatni fikrlaw, adillik hamda ag'artuvchilik yo'lini yetaklaydi. Ol bizga bilim bu tek kuch emas, al odamni o'zligini olib boradigan yo'l ekanini ko'rsata oldi. Har bir davr o'z Farabiyni kutadi, biroq har bir odam o'z ishindagi Farabiyni o'yata olishi kerak deb hisoblaymiz. Және bugun biz o'g'an qarab maqtanish bilan ayta olamiz, Farabiy bu shig'is o'y fikrining mangu yuragi. Bizga yoziluvdi unutmang. Agar bugungi sanimiz sizga unagan bo'lsa, kommentariy yozing, like bosing ham yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Jayhunning keyingi sanlarida ko'rishguncha salomat bo'ling.